Бүгін біз осы жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының кеңсесінде басымызды қосып отырмыз. Бүгінгі кездесуіміздің бір үлкен маңызы бар. Бір үлкен тақырыпты қозғап, сол тақырыптың аясында бүгін әңгіме өрбітіп, бір-біріміздің пікірімізді тыңдап, бір жүйелі ойға келіп, жұмысымыз оңды болып жатса, бүгінгі кездесуге бір нүкте қоярмыз деген ниетпен басымызды қосып отырмыз. Бүгін кездесуіміздің бір атауы ғана белгілі. Ол Қазақстанның ұлттық идеясының негіздері тарихи астарына үңілу деген. Яғни, қазір барлықтарыңызға мәлімдей, біздің Қазақстан Республикасында нақты ұлттық идея жоқ, нақты біздің қазақстандық қоғамды біріктіретін идеология жоқ. Мына мемлекеттің кезінде ойлап тапқан бағдарламасы, Қазақстан 2030, соны идеологияға аударамыз деген ойлары жүзеге аспады, ол бағдарламасы іске аспады. Одан кейін Қазақстан 2050 деген бағдарламаны келтіріп, соның аясында идея құрып, сол бағдарламаның аясында халықты біріктіру ниетімен құрылған бағдарлама. Ол да өкінішке орай өзінің жұмысын көрсетіп, бір қоғамның өзіне деген ілтипатымен таба алмады. Сол себепті бүгін біз осы жалпыұлттық социал-демократиялық партияның бастамасымен осы тақырыпты қозғап көрейікші. Осы тақырыпта қандай шешу жолдары бар екенін іздеп көріп, соны талқылап көрейікші деген оймен кездесіп отырмыз. Бүгін бізге осы Астана қаласында келіп отырған қонақтар бар. Мен ойлаймын, қазір өздерін сөйлеген кезде таныстыра кетер деген ойменбіз. Және де бізбен онлайн интернет арқылы біздің әріптестеріміз, яғни Алматы қаласының филиалы қосылу. Ол жерде менің әріптесім Берік деген азамат жүргізіп отыр. Оларды өздерін таныстыра кетер. Алматы қалалық кеңседе де бізде көптеген қонақтар келіп отыр екен. Бүгінгі біздің кездесуіміз, мен ойлаймын, қызу өту керек деп. Осы тақырыпты қызу талқылап көрейік, бір-біріміздің ойымызды тыңдап көрейік. Және де бүгін кездесу барысымызда осы онлайн арқылы қосылып жатса, өзінің ойларын жеткізу үшін бізге интернет арқылы қосылып жатса, ол да бір үлкен құба-құп болар еді деп сенеміз. Бізге ең бірінші рұқсат болса, осы жердегі отырған азаматтардан рұқсат сұрайын дегенім. Мына Алматыдағы отырған кеңседегі азаматтар, Берік, келесі сөз сізге берейік. Өздеріңізді таныстыра кетіңіздер, өздеріңіз жайлы айта кетіңіздер, және де өздеріңіз бүгінгі әңгімені өрбітіп бастап жіберсеңіздер де болады. Берік, сөз кезегі сізде. Рахмет. Армысыздар. Рахмет, Нұрым. Біз Алматы қалалық филиалы бір қатар белсенді азаматтарды, тарихшыларды біздің осы тақырып аясында зерттеп жүрген, осы тақырып аясында жаңағыдай өздерінің зерттеулері бар кісілерді шақырдық. Осы жерде қазір таныстыра кетейін. Бізде Меңлібаев Ғани деген ағайымыз Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде мұғалім болып осы тарихтан сабақ береді. Біздің ұстазымыз. Одан кейінгі мына жерде отырған Нұржан Сәдірбекұлы, тарихшы, белсенді, осы әлеуметтік желілерде, тағы да басқа да конференцияларда барлығында өзінің осы тарихқа байланысты, қазақ тарихына байланысты өзінің тың зерттеулерін айтып жүрген азаматтардың бірі. Біз енді осы бүгінгі тақырыпты осы ашу мақсатында
негізінен тарихшыларды шақырдық. Енді қазір мына сөз кезегін бірінші осы Меңлібаев Ғани ағайға берсек деп отырмыз. Себебі осы тақырыпта өзінің бір баяндамасын, кішігірім ойын айтып кетсе. Ағай, сізде. Ал армысыздар, мына бүгінгі конференцияға онлайн жүйесінде жиналып отырған зиялы қауым өкілдері. Тақырыптың өзінің аты айтып тұрғандай, Қазақ хандығының құрылғанына 555 жыл толуына орай Қазақстанның ұлттық идеясының негіздері, тарихи астарына үңілу деген тақырыптың өзі көп нәрсені айтып тұрғандай. Расында да біз мынау бүгінгі заманда қазір әлемде әртүрлі аумалы төкпелі жағдайлар болған кезде, оқиғалар болған кезде біздің кім болмасына барлығы бір нәрсе, бұл қазақ мемлекетінің келешегі. Яғни біздің қазақ мемлекеті келешекте осы тәуелсіз мемлекет күйінде қала ма? Әлде оның ішінде жаңағы тәуелсіздігімізден жаңағы қауіп төніп тұр ма? Оны айырып қаламыз ба дегенде ойлардың болатындығы рас. Сондықтан да мен бір нәрсені айтып кеткім келеді. Мынау қазақ мемлекетін бір үлкен бәйтерекке теңейтін болсақ, бұл үлкен бәйтеректің тамырлары болады. Яғни жердің астынан құнарынан нәр алып жатқан. Бұл тамырларының біреуі экономикасы болса, екінші біреуі идеологиясы, үшінші біреуі бұл қазақ мемлекетінің ішкі сыртқы саясаты және әскери күш қуаты деп айтуға болады. Осы жерде осы төрт жаңа тамырынан терең нәр алған мемлекет, бұл бәйтерек жаңа өркендеп, өніп, өзінің жемісін береді әр уақытта. Егер де бұл осы тамырлардың біреуі болмаса, біреуі солып қалатын болса, немесе бұның жаңағы тамыр қиылатын болса, бұл мемлекеттің келешегі жоқ деп айтуға болады. Мен соның ішінде бүгінгі мына тақырыпқа айтайын дегенім, яғни мынау ұлттық идеяның негіздері деп отырмыз ғой. Ұлттық идеяның негіздері деген кезде бір нәрсені айтып кеткім келеді. Мынау қазақ хандығы 550 жыл болды дейміз, иә? Жоқ, мына жерде қазақ хандығының 550 жылдығы емес. Біздің яғни мынау қазақ халқының, яғни қазақ деген жаңағы атты елі болып жатқан осы мемлекетті жерде халықтың түп тамыры, терең тамыры бұл 5000 жыл бұрын тарихы бар. Бұны жаңағы дүние жүзінің ғалымдарының алдында біздің тарихшыларымыз, яғни Оразақ жаңа Смағұл ақсақалымыз бар, археологтарымыз бар, оны дәлелдеп қойған. Сондықтан да бұл жаңа 555 жылдық қазақ хандығы болды деп бастамауымыз керек. Бұның тарихы сонау 5000 жылдықтан бастауымыз керек. Яғни мына қасымыздағы үлкен жаңағы мемлекет деп саналатын Қытай мемлекетінің өзі өзінің тарихын 5000 жылдан бастайды. Олар егер 5000 жылдан бастаған кезде қазақтар неге біз 555 жылдан бастауымыз керек? Өйткені қазақтардың тарихы сол 5000 жылдықтан басталса, біздің яғни тамырымызда терең жатқандығын көреміз да. Соларды біз жаңағы айтып, насихаттай беруіміз керек. Сосын мен айтар едім, осы қазақ ұлттық идеяның негізі көбіне көп мына тілде, қазақтың тілінде. Сосын тарихында. Одан кейін мынау ауызша әдебиеті, мынау аңыз әңгімелері, яғни содан кейін жазбалары, одан қала берді мынау әдет ғұрыптар, салт санасы, яғни отбасында деп айтар едім. Яғни неге бұлай деп айтамын? Егер де мысалы біз өзіміздің тілімізден айырылатын болсақ, тілімізге көп жаңағы мән бермейтін болсақ, бұнда біздің ұлттық идеямыздың да, басқаның да бұл жайына қалады. Біз енді мен өз мамандығым тарихшы болғаннан кейін де, осы тарих саласында жұмыс істегеннен кейін де, мынау Ташкенттегі архивте, мынау Ленинградтағы, Ресей жеріндегі архивтерде, сосын өзіміздің архивтерде жұмыс істеген кезімізде орыс жаңа отаршылаушыларының кезінде жазып кеткен мен деректерін көзіммен көрген. Сонда бір нәрсе бар, мына Шервинның деректерінде айтады, Кауфманның деректерінде айтады мысалы. Мына қазақ деген халықтың дейді, мынау басқа ұлттың өкілдеріне қараған кезде, бұлардың жаңағы рухы мықты, бұлар тіліне өте жаңағы нық, жаңа әдет ғұрыптарын сақтайды, дәстүрін сақтайды, үлкенді, кішіні жаңағы құрметтеу, оларды жаңағы қамқорлығына алу, және дәстүрлерін сақтау сияқты нәрселердің бәрін жазып келеді. Бұл халықты дейді, мынау қалмақтар секілді, басқа ұлттың өкілдері сияқты мынандай жеңу мүмкін емес дейді. Бұл тек бір ақ нәрсемен жеңуге болады дейді бұларды. Бұларды тек қана орысша оқыту керек дейді. Орысша оқыту арқылы оның көзқарасын, түйсігін, түсінігін, яғни басқа жаққа бұру арқылы сөйтіп қана бұл халықты жеңуге болады дейді. Ол үшін жаңа орысша мектептер ашу, орыс
жаңа орыс мектептерінде жаңа қазақ балаларын оқыту мәселесін жолға қою керек дейді. Бұл 19 ғасырдың ортасында болған жағдайлар. 1860 жылдар, 70 жылдар жағдай. Ал енді соның жаңа нәтижесі, соның қазір әсерін біз мынау 21 ғасырдың басында біз көріп отырмыз. 1,5 ғасыр аралықта мысалы, орысша оқыған адамдарымыздың, қазақша оқыған адамдарымыздың арасындағы айырмашылықты көріп отырмыз. Және жаңа ұлттық идея деп отырмыз. Ұлттық идея мысалы қажет болатын жері бар, қажет емес жерлер де бар мысалы. Сондықтан да мен айтар едім, бірінші кезекте тілге көңіл бөлуіміз керек та. Одан кейін мына жерде бір нәрсе айтып кеткім келеді мен. Яғни біз осы қазақтың зиялы қауым өкілдері болсын, одан кейін жаңағы тарихшылар болсын, қоғам қайраткерлері болсын, саясаткерлер болсын, барлығымыз ұлттың тұтастығына көбірек көңіл бөлуіміз керек та біз. Расында да бүгін кейінгі кезде мен байқап отырмын. Осы әлеуметтік желіні біз бақылап отырамыз ғой. Бақылап отырған кезімізде байқаймыз, мынау мысалы біз қазақтың өз іштерінде мысалы өзінің жаңа ұруларын, өзінің ұрыластарын, өзінің жаңағы жүздерін мысалы көбірек көңіл бөлу мәселесі. Сосын жаңағы басқа ұлттардың жаңа қазақты менсінбей қараушылығы сияқты ұлтаралық қарым-қатынастарды байқап отырмыз, шиеленіскен жағдайлар. Одан кейін әртүрлі жағдайлар болып жатыр. Олардың бәрін айтқан кезімізде сол жағдайдың бәрі неліктен шығып жатыр? Олар тудыратын себептері не? Мен өзім жаңағы жоғары оқу орнында сабақ беріп жүрген кезде көбіне өзімнен студенттерім айтатын көпшілігі. Біздің мынау қазақтың жері кең байтақ жері. Біздің маңдайымызда біткен бағымыз болса, екінші жағынан бұл қазақтың ұлан байтақ жері біздің маңдайымызда біткен сорымыз деп. Неге бағымыз дейміз, неге сорымыз дейміз? Бағымыз дейтін жердің астындағы жаңа байлығымыз бар. Ата бабамыздан біздің ұрпақтарға тастап кеткен ұлан байтақ жерге біз еге болып қала аламыз ба, еге болып қала алмаймыз ба? Ал сорымыз дейтініміз бұған жаңа көз тігіп отқан мына оң жағымызда да қасымызда көршілеріміз, екі жақта көршілеріміз бар. Одан кейін ішкі жағымыздан, сыртқы жақтан да көз тігіп отқан жерлер, мемлекеттер бар. Солардың мысалы көз тіккені біздің қазақтың жері. Осы жер бар жерде мемлекет болады. Жер жоқ жерде мемлекет болмайды. Сондықтан да мен айтар едім, мына кезінде Мөле бабамыз айтқан ғой, жер үшін жаңағы өлуге болады, жер үшін жаңағы қан төгуге болады, жер үшін жаңағы соғысып әр уақытта жаңағы біз деген қырылсақ та осы жерді сақтап қаламыз. Кейінгі ұрпаққа біздің қалдыратын бүкіл байлығымыз осы жерде. Ол Мөле бабамыз көзінің астындағы жаңағы тұлпарында, қойындағы әйелінде, басқасында бергенде жерді бермейміз деген. Сондықтан да мына бүгінгі мына сіздердің айтып отқан идея деп отырсыздар ғой, ұлттық идея басқа. Осы нәрселерді насихаттап, оны жаңа көтеріп отқандарыңызды мен қолдаймын. Бірақтан бір нәрсені айтып кеткім келеді, бұл тіл мәселесі. Өткеннен тарихтан сабақ алу мәселесі, одан кейін жаңа әдебиетіміз, тіліміз, жазбамызды сақтау мәселесі, одан кейін жаңағы әдет ғұрып салт сана, отбасын сақтау мәселесі и жер мәселесі. Осыларды біз дұрыстап жолға қоятын болсақ, алдағы уақытта оларды жаңағы дамытатын болсақ, біз мемлекетіміздің идеясы басқасы да болады деп ойлаймын. Бұл тақырып өте ауқымды тақырып. Мына жерде біз бір тар шеңберде қарауымызға болмайды. Бұл тақырыпты яғни ұштасып жатқан тармақтары көп. Мысалы, кез келген тақырыпты алыңызшы, мысалы, тіл мәселесін алсаңыз да, жер мәселесін алсаңыз да, басқаны алсаңыз да, барлығы жан-жақтан ол жаңағы сол тақырыпты толықтырып отыратын, соны жаңағы әрі қарай өсуіне, олардың жаңағы дамуына мүмкіншілік беретін тармақтары бар. Сол тармақтарды қосып қарау керек деп ойлаймын. Мен айтарым осы енді. Рахмет, Ғани ағай. Енді егер Нұрым рұқсат берсеңіз, бізде Нұржан да сөйлесе, қалай қарайсыздар? Ау? Жақсы, хабике. Енді Нұржан жаңағы айттым, өзін қазақтың тегі, мынау осы тақырыпта көп зерттеп жүр, мынау рулардың, әулеттің мәселелері, ауыз екі тарих пен архивте жазылған тарихты осы жөнінде кеңірек айтып өтсеңіз, сөз сізде. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі онлайн кездесуге шығып отырған халық, көріп отырған ағайын, өзімді таныстырып өтсем, тарихшы, шежіреші Нұржан Сәдірбекұлы. Бүгінгі мынандай жақсы тақырып қозғалып отыр екен. Қазақ хандығының идеясы біздің елімізге, оның қандай пайдасы бар. Осы уақытқа дейін 555 жылдық деп бірнеше үлкен іс-шаралар атап өтілді елімізде. Бұл біздің мемлекеттік
идеология тарапынан осы мәселеге көп көңіл бөлді. Қазақ хандығы туралы үлкен мәдени іс-шаралар іске асырылды, үлкен көп сериалдар түсірілді, кинолар, батырлар туралы, билер туралы қаншама кинолар түсіріп жатыр. Бұл салада мәдениет қайраткерлері көп жұмыс жасап жатыр. Енді бұл біздің дәл қазіргі елімізге қалай пайдасы бар, қалай біздің жастарымызға қалай жақсы әсері болып жатыр. Жалпы қазақ хандығының тарихын зерттеген кезде біз тағы да қандай нәрселерге көңіл бөлуіміз қажет. Мысалы, біздің қазақ хандығын атап айтқан кезімізде тек қана ол бір саяси бір одақ немесе саяси мемлекет қана емес, ол ең бастысы осы қазақ хандығын құраған 40-тан астам ру тайпаның одағы еді. Яғни 300 және 40-тан астам ру тайпалар осы қазақ хандығын құрады. Әр тайпа өзі жеке-жеке административтік бірлік сияқты өзін-өзі басқарды, әкімшілік бірлік, және өзінің биіне есеп берді, өзінің батыры болды, және өзінің жасағы болды, яғни өзінің батырының туының астына топтасқан жасағы болды. Біз тарихшылар дәл осы мәселені, яғни қазақтың хандығының ру тайпалық негізде топтасқанын көп жағдайда айтпай кетеміз. Себебі біздің тарихымызды еуропалық тарихшылар жазып келді, орыс тарихшылар жазып келді. Солардың әсерімен осы уақытқа дейін келдік. Ал деп келгенде бұл біздің әр руымыз өзінше бір әкімшілік бірлік, өзінше бір район, бір облыс сияқты өзін-өзі басқарған сондай бір бірлік еді. Сондықтан мен өзім айтайын деген тарихшы шежіреші ретінде осы қазақты құраған ру тайпалардың тарихынан бастауымыз керек. Бұған өте қатты мән беруіміз керек. Және тағы да бір айтатыным, осы 6 алаш деген идея нәрсені біз қазіргі кезде осы 555 жылдық іс-шаралар өткізіп жатқан кезде ортаға ұсынуымыз керек. Бұл тек қана қазақ хандығына 555 жылды өтті деп әртүрлі іс-шаралар өткізіп, жаңағы кинолар түсіріп қана қоятын нәрсе емес. Мына идеологтар, осы ойшылдар, жазушылар, осы 6 алаш деген идея не нәрсе? Бұның пайдасы не? Бұл қайдан шықты және бізге берері не деген нәрсені халыққа жеткізу керек. 6 алаш деген идея бұл тек қана жалғыз қазақ емес, жанындағы басқа түркітілдес халықтар, мына жанымыздағы өзбекті, қырғызды, қарақалпақты, башқұрттарды, түркмендерді өзімізге бауыр тартып, соларды бұрынғы Тәуекел ханның кезіндегідей 6 алаштың басын біріктіріп, бір ел болу. Бір ел болмасақ та, осындай дәл қазіргі кезде бауырластық идеологиясы 6 алаш деген. Сондықтан осы 6 алаш идеясын ұсынуымыз керек. Қазір қазақтың ойшыл ғалымдары, елдің тізгінін ұстаған ағалар 6 алаш идеясына көңіл бөлейік дегім келеді. Ал енді сөз тізгінін өздеріңізге берейін. Рахмет. Енді сөз астаналық әріптесімде Нұрым. Бізде осы алдағы кеңседе отырып жақсы ойларын жеткізген Ғани ағамыз бен Нұржан бауырымызға көп рахмет айтамыз. Біздің кеңсемізде отырған құрметті азаматтар бар. Сол кісілерге сөз кезегін берсек, ал өзіңіз таныстыра кетсеңіз. Жақсы. Болат Төлепбергенов деген жазушымын, желтоқсан зерттеушісімін, ол жөнінде үлкен бір кітап жазғам. Ал енді менің айтайын деген бұл жерде бұл рецепт табу үшін шын мәнінде осы айтып жатқан тақырып ол ең алдымен әлі бізде қазақ мынау республикамызда жалпы ол толық ашылмаған тақырып. Шынды айтқанда ол рецепт табу үшін онда біз ол тақырыпты ашуымыз керек.
бұл яғни Қазақстанның ұлттық идеясының негіздері, оның тарихи астарларына үңілу. Егер қазір тарихи астарларына мен бір мәселеде үңілсем, мәселен мынау Алаш жаңағы кезіндегі ғажап азаматтарымыз Алаш идеясы деген бар. Алаш идеясында жаңағы мен сол Алаштың басын құраған екі азаматтың бір сөзін айтып кетейін. Содан кейін осыған байланысты Арманғарда тағы да ойымызды тарқатсақ. Алашорда үкіметін құрған, Алаш идеясының негізін жасаған азаматтардың бірі, бірегейі Бөкейханов былай деген екен. Мынау патша биліктен кеткеннен кейін бірден өзінің үндеуін жариялаған, сол үндеудің өзінің кейін сол үндеудің төңірегінде үлкен жұмыстар жасады. Бүкіл халық осы үндеудің төңірегінде ол кісінің айналасына бірікті. Сол тез түрінде айтсам қазір. Ол былай. Ресейдегі барша халыққа ағайындық, теңдік, бостандық күні туды. Жаңа құрылған ел бағу дүкенін нығайту үшін тегі басқа халықтармен үйір боларға керек. Учредительный собрание сайлауына қазақ болып қамдану керек. Жарамды жақсы адамдарды ауызға ала беру керек. Енді араздық, өштік, дау, жанжал, талас, партиялық сыйыспауларды тастау керек. Көксерлік жұмыстарын бірлік, адалдық болсын. Жер мәселесін қозғап, тезірек қолға ала беріңдер. Біз қалайтын патшалық түрі демократиялық республика, яғни мал өсіріп, егін салып, жерге ие боларлық түрі. Құдайдан басқа ешкімнен қорықпаңдар. Міне, осы үндеуден көріп отырғандай бүкіл Алаштың Алаш идеясының өзі бүкіл формасы тұрқы көрінеді. Бұл тұрықта, яғни сол кездегі әбден патшалық, езгіден нашарлаған халықтың қалай көтеріп алу керек болды. Қайтадан жаңағы өзінің сол кездегі элитасымен қарапайым әлгі халықты бір-біріне қарсы қойып, жаңағы патшалық билік рухында түсірді, оның мәдениетінде жоққа шығарды. Тілі де сол кезден басталып, негізі тілдің кемсітілуі, тілдің жаңағы өзінің рөлін, мысалы болыс сайлаулардың өзінде болыс болу үшін қазақ өзінің жаңағы орыс тілін білу керек болды. Сондықтан міне осы қиыншылықтың бәрін қайтадан өзінің жаңағы рухын көтеру үшін халықтың, ұлттың мынау ең алдымен бірлік, міне осының өзі жаңағы тарихшы мырзалардың айтып отырғандай бірліктің жаңағы ұлттық идеяның негізінің біреуі, яғни қазақтың басының бірігуі. Сол кезде осыған ең қатты көңіл аударған жаңағы осы Бөкейханов болды. Ал одан кейінгі мәселе жаңағы біздің тіл жөнінде айтып жатыр. Ал мынау 24-ші жылы, 1924 жылы біздің тілді 10 жылдық сол кезде де бағдарлама қабылданып, тілдің мәселесін көтеру сол большевиктер тұсында да қолға алынған. Ол кездегі жаңағы қайраткерлер сол тілдің осы ұлттық идеяның негіздерінің біреуі, ол енді тілсіз ұлт болмайды ғой. Сондықтан осы мәселені сол кезде қолға алды. Ол бір қызығы, ол кездегі жетістік қазіргі жетістіктен көбірек болған. Бірақ біреулер ойлауы мүмкін, ол кезде қазақ көп болды деп. Жоқ, қазақ 39 жылдың өзінде, 39-да, өз жерінде 38% болып қалған. 38% болып қалған. Бұл 1939 жылы. Ал енді, оның алдында жаңағы 1800 жылдардың соңында, 97 жылғы жаңағы санақ бойынша 82% болса, ал енді мынау жаңағы 20-шы жылда аштықтан кейін сол жаңағы 26 санаққа дейін, мысалы біз 50 ұмытпасам, жаңылыспасам 54-57% шамасында болғанбыз. Ал енді сол 21-22-23 жылдардан кейін жаңағы аштық, одан кейін 32-ге дейін болды. 32-33 жылдарға дейін.
соны жаңағы 54%, ал одан кейін 32-33-ті қосқан кезде біз 36-37 жылдары біз өз жерімізде бар болғаны 38-да бірдеңе пайыз болып қалғанбыз. Нақты бір жаңағы мен айтқандай бір рецепт іздеп ойлап тауып көрейікші бүгін кездесуімізде. Тақырыптан кетпей. Армысыздар, құрметті мынау біздің эфирімізді көріп отырған қалайық. Біріншіден, Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының азаматтары осындай дөңгелек столға шақырып, осындай тақырыпты көтеріп жатқандарыңыз әсіресе жастардың қуантарлық. Сол себептен бізде атымыздың басын келіп отырмыз. Біріншіден рахмет айтуымыз келеді. Екіншіден, бұл өте үлкен терең тақырып. Сол себептен жаңа Болаттың да мынау Алматыдағы отырған, студияда отырған азаматтардың айтып кеткен дүниесіне тек қана бізде қалай, біз қазақ жалпылама сөйлеп, кейбір кездерде жалқы дүниелерді алдыға салып, айдап, мал сияқты айдап жүргенді жақсы көріп кеткенбіз. Мұны жерде нақты дүние болатын болсақ, жаңағы Бөкең айтқандай мен негізгі ең үлкен идеяны бұл мынау қазақтың соңғы тарихына осыдан әгі 5000 жыл деген жаңа айтылып жатыр, сөзге тиек етіліп жатыр. Ол бір жағынан өте дұрыс. Мен көбінесе мынау соңғы тарихымызға бет бұрғанды, содан тым болмаса сабақ қандай да бір алып жатқанымыз төңірегінде айтсам деймін. Өздеріңізге белгілі, сол алаш бабаларымыздың арқасында бұл қазақтың жерінде осыдан бір ғасыр бұрын өздеріңіз белгілі, мынау Ресейдің сол кездегі революция жеңіп, Лениннің алдына барып, осыдан тура бір ғасыр бұрын мақтанамыз ғой, әлемнің 9-шы мемлекетіміз деп. Сондай территорияны сызған, соны өмірге келген, анау әрине ұлт көсемі Әлиханның бастаған, сосын кейін оны қостаған жастардың ішіндегі мысалы Әлімхан, Ермеков сияқты ағаларымыз туралы неге айтпаймыз. Әлі күнге дейін мысалы тарихта біз айтамыз, ойбай 91 жыл тәуелсіздік алдық бе. Айналайындар, бұл қазақтың жері оның алдында да мынау Алашордасы белгілеп кеткен, өзінің астанасы болған. Біздің тарихшылар осындай мәселелерге келген кезде тоқырақ болады. Сол алаш бабаларымыздың бастап кеткен дүниесін біздің өзіміз кеңестік заманында дүниеге келген, кеңестік заманның мысалы тәрбиесін, оның идеологиясын кәдімізге санамызға сіңіртіп жіберген азаматтардың өздері ойлап қарасаңыздар, 1986 жыл алаңда бұрқып. Керемет па? Бұл феномен ғой. Осы дүниенің төңірегінің өзін мен сіздерге айтайын, қызық дүниесін айтайын. Осы ұлт азаттық көтерілістердің сол уақытқа дейінгі 360-тан асқан ұлт азаттық көтерілістердің соңғы нүктесін қойған желтоқсан туралы қазіргі біздің жастар не біледі? Оның өзі өкінішке орай түк білмейді. Өйткені Қазақстанның мынау тарих кітабына енді рахмет айтатын мына жерде үлкен тарихшыларымыздың атынан мынау ағамызға керемет рахмет айтқымыз келеді. Алаштанушы академик ағамыз кім? Мәмбет Қойгелді ағамыз. Мәмбет Қойгелді ағамыз осы желтоқсанның тарихын 2015 жыл ғана тарих оқулығына гуманитарлық бағыттағы енгізе білді. 4-ақ бетпенен. Соны оқыған қазіргі санасы көзі ашық жастар не деп жазылады онда? Сонда дейді, сол алаңдағы желтоқсандықтарды басуға ғана 20-25 мың әскер әкелінген дейді. Шетелден, сырттан. 15 мың әгі жасақшыларды есептемегенде дейді. Соны оқып өскен бала, біз мысалы шын айту керек, мен өзім оқыған кезде қазақ әдебиеті болсын, тарихынан болсын, орыстың тарихын мынандай қалың ойбой князінен бастап тұрып оқып, бергі мынау екінші дүниежүзілік соғысқа Курский дуга, Сталинградский битва дейді, солардың бәрін кәдімгідей жаттап алып өскен біз ұрпақ. Енді мынау Құдайға шүкір 30 жыл тәуелсіз мемлекет болып отырмыз деп отырған кезде соған ең бірінші алғы шарты соның қарлығаштары желтоқсан туралы мәлімет пен деректерді қаншама жыл өткізген 30 жылдығында беріп отырған деген бұл дегеніміз
біздің жаңағы сіздердің көтеріп отырған тақырыптарыңыздың негізін ашатын дүние. Бізде ұлттық мұраттар мен мақсаттар мүлде төменде қалып қалды. Расымен бір нәрсеге келісемін. Адамзат баласының санасын дамыту үшін негізгі 4 фактор әсер етеді екен. Ол сенің материалдық жағдайың. Екінші морально-кармический долг дейді. Оны айтқан кезде қарапайым қазақ тілімен айтқан кезде қазақтың бір-біріменен қарым-қатынасы. Туған туысың, сенің тарихың, оның ішіндегі әдет ғұрпың, бүкіл дүниең, көршің соқыр болса көзіңді қыс деген дүниесі. Үшіншісі сосын кейін мынау руханият. Рухани жаңғыру деген бағдарлама бар, бірақ енді өкінішке орай ол тезистік қана дүние болып, әрбір әкімшілікке бөлініп, өзінің деңгейінде ақша жасау ғана бұйырып айналып келген кезде, мысалы мен кеңестік дәуірменен мынау кейінгі нарықтық экономикаға шыққан біздің өзіміздің тәуелсіз мемлекетіміздің жағында ғана сөйлесем. Жаңағы 4 факторларға қатысты. Соның 4-шісі мокша дейді, ол енді адам баласының бойындағы жаратқан иеміздің берген өзі сексуалдық энергия болады ғой, сол керемет энергия. Соны шығару мысалы, то есть иллюзияны. Соған төңірек қалған кезде кеңестік заманда бізде қандай болды? Кеңестік заманда мысалы не ішем не кием деген болған жоқ. Өйткені үкімет өзінің жағдайын бәрін жасап берді, жұмысың болды, дүниең болды, ол жағынан мықты болды. Қазақтың мысалы қарым-қатынасы 30 жылғы бұрынғы қарым-қатынаспен, қазақи ниетпен қазіргі қазақи ниетті салыстыруға мүлде келмейді. Бізде мысалы қазаққа қанында болмаған, тарихында болмаған қарттар үйін ашып тастадық. Соны мәз қылып, соған кәдімгідей ақша төлеп, ақша бөліп, айналайындар. Біз шын мәнінде тәуелсіз ел болатын болсақ, біз өзіміздің бастауымызға қарата ұмтылуымыз керек. Соның төңірегіндегі ең негізгі нәрлерден барып, біз нәр алған кезде ғана барып, біз расыменен содан барып, бізде ұлттық идеология, ұлттық мұраттар, бағыттар пайда болады. Тағы да айта кетейін, сол кездегі дүниемен енді руханият дейді. Расыменен кішкентай баладан бастап, кеңестік өкіметтің кезінде октябренок дейді, пионер дейді, комсомол дейді, Ленин дейді, коммунистік партия дейді мысалы. Сондай дүниелер кәдімгідей рухани адамдарды тәрбиелеуге жағдай жасады. Ал бізде не? Биліктегі отырған Нұр Отан партиясы дейді, Жас Отан партиясы, Жас Отаншылдар деген шығарып алған. Олардың мысалы шын айтқан кезде бір керемет бір жұмыс деп, болмаса мысалы бар ғой, біздің мынау қазақтың санасын дамыту бағытында, оның ой өрісін көтеру бағытында жұмыс жасап жатқан дүниені көріп отырған жоқпыз. Олар тек қана декларативный түрде ғана жазылады, жақсылап тұрып кәдімгідей бөлінеді, оның кім қандай ақша бөліп жатыр, неше түрлі министрліктер, ведомстволар қандай жұмыс атқарып отыр. Шын айтқан кезде осы төңіректе біз көңіл аударғанымыз жөн сияқты. Тағы да бір мынау ЖСДБ партиясына шақырып отырған жігіттер, сендерге рахметтер айта кетейін. Мен мысалы бұл кезде желтоқсан қоғамдық қорының мен осындағы президентімін. Нағыз желтоқсан деген жігіттер отырған. Жаңа Болат өзі айтып кетті. Сол желтоқсанға қатысты алғашқы кәдімгідей зерттеп жүрген азамат жазушымыз. Желтоқсанның 30 жылдығында алғаш рет «Рух пен ар» деген кітап шығарды. Міне авторына ерекше рахмет айтқым келеді. Болат өйткені оған шыққан кәдімгідей біздің мемлекеттік көзқарасы, мысалы ұлттық идеология тұрғысындағы көзқарасы міне сондай болды. Енді ары қарайғысын енді өздеріңіз пайымдап есептеп көріңіздер. Мен осы ЖСДБ партиясының кезіндегі лидеріне Жармахан Айтбайұлына 2005 жылы ұмытпасам барып, сол сайлаудың алдында барып, желтоқсанға қатысты мен тікелей ғана бір дүниені айтып кетейін. Желтоқсанға қатысты мынау президент Назарбаевтың 91 жылы шығарған өкімі бар, жарлығы бар. Сол жарлығына қатысты 93 жылы біздің жігіттеріміздің кәдімгідей бүкіл биліктегі сол кездегі шақырып, соларменен отырыста кейбір жігіттеріміз біздің кәдімгідей жанкештілік дүниеге дейін барды. Қолдарын кесіп, жағдайын кесіп, желтоқсанның мынандай дүниесіне көңіл аударыңдар. Жарайды, ол заманда мысалы бүкіл дүние Қызыл империя, Кремльден келген болатын болса, сөйлей алмаған шығарсыңдар. Ал енді мынау тәуелсіз мемлекет алған кезде, сендердің мынау сол
желтоқсандықтарға деген көзқарастары қандай деген мысалы сұрақ қойылған мысалы. Жақсы. Соның мысалы жарлығы шықты. Жарлықтан кейін премьер-министрдің өкімі шықты. Сосын кейін 94 жылғы жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау туралы заң бар. Соған барып 22-20 баптармен желтоқсандықтарды енгізді. Шынды айтқан кезде біз өзіміз қуанып қалдық. Енді сонау біздің еліміздің негізін жасап кеткен алаштарменен теңестірсе одан артық не деп. Ал енді мен сіздерге масқараны айтайын. Осы уақытқа дейін сол заңды бар құжаттар міне қаншама жыл болды. Жерлерде әлі күнге дейін заңды дүниесін таппай отыр. Міне 2 жыл бұрын қолдарындағы биліктің партиясы дейміз ғой расымен. Нұр Отан партиясының басшыларының алдына барып, хатшыларымен кездесіп, кәдімгідей бүкіл дүниені жайып тастадым. Сол кезде Тамара Қасымовна дейтін кезіндегі премьер-министр болған, әділет еңбек министрі болған азамат Дүйсенова. Мен анау премьер-министрдің 93 жылғы өкімін алдына тастаған кезде қаншама жыл министр болып қызмет істеген адам таң қалды ғой. Құрманғазы, мынандай расми құжат бар ма дейді. Сендер қаншама жыл министр болдыңдар еді. Бір уақыт осы уақытқа дейін көңіл бөлген жоқсыңдар ғой. Сол кезіндегі жоғарғы кеңестің шығарған дүниелері қайда кетті. Енді жалпы тақырыптан ауытқып бара жатқан сияқтымыз. Сол кезде 2006 жылы Жармахан Айтбайұлының алдына барып, осы желтоқсан туралы мәселені көтеріп, осы заңға қатысты сіздер мысалы үлкен кәдімгідей партиясыздар, партияның сіз басшысыз көмектесіп жіберіңіздер деген кезде расыменен 2006 жылы 7-8 қанша айтқанмен заңгер қой, білікті мамандарын жинап отырып, желтоқсан туралы кәдімгідей заң шығарып, сол кездегі парламент пен мәжілісте отырған адамдарға ұсынған едік. Өзгерістер енгізуге. Қаншама кәдімгідей өзгерістер мен дополнение өзгерістер енгізуге шамалары бар ғой. Осы тақырыпты мен мысалы 2 жылдан бері Нұр Отан партиясына да айтып келе жатырмын. Өз кезегінде сіздерді мынау қонаққа шақырып, осындай бір тілек дүние болған шақырып жатыр екенсіздер. Рахмет айтып отырып, міне сіздердің алдарыңызға да айтып отырмын. Болашақта, келешекте бұл дегеніміз мына бергі тарихқа, арыға үңілмей-ақ, бергі тарихымыздағы болып жатқан дүние. Біз мысалы егерде өзімізді өзіміз жөндеп, сонау тереңге, тамыры тереңге тартқан қазақтың тарихын, оның осы уақытқа дейінгі мысалы қаншама жыл мың тірілген өзінің тарихындағы басынан кескендерін ескере отырып, мынау бергі тарихқа да көңіл бөлсеңіздер деген мен ниеттемін. Тағы да әңгімелер болатын болса қосылып жатармын. Мен сол осыған қатысты бір ғана айтар әңгімем осы. Айтар ойыңыз бар ма? Тіл мәселесі жағында айтты екен, енді желтоқсан негізінде қозғалды ғой, тақырыптан қозғалды. Менің есімім Қайырбек Бауыржан болады. Мен экономика ғылымдарының кандидаты, Евразия ұлттық университетінде экономика кафедрасында жұмыс істейді. Бухгалтерлік есеп және талдаудың кафедралары. Ендігі мен тарихқа деге үңіліп отырған жігіттер, мен осы бүгінгі қозғалып отырған тақырыптың тағы бір себеп салдарын қарастыру керек. Бірінші бұл үлкен тақырып сенің көзіңде, сондықтан оның бірден бір шешім қабылдап, мынандай болу керек деп айту мүмкін емес. Бірінші себеп салдар бір отырыста. Бұл енді үлкен тақырып, сондықтан бұған бір ғылыми конференция ұйымдастыру жөнінде мысалы сонда бір шешімдер қабылданса сонда дұрыс болар деген ойдан бірінші. Енді тіл мәселесінде қанша көтеріліп жатыр, соның өзінде де қазір мысалы мен айтарым, біздің өкіметтің жасап отырған қаншама бағдарламалар негізінде қарап отырсақ, қазір балабақшадан басқа тілді үйрету. Мына мысалы үшін алысқа бармайық, Жапонияның өзін қарайтын болсақ, Жапония бізге ұқсас келетін халықтың бірі дейді. Бірақ Жапонияда 10 жасқа дейін тек жапон тілін ғана үйретеді. 10 жасқа дейін. Одан кейін бар басқа тілді. 10 жасқа дейін деп мен бір директормен оқыдым. Сондықтан жаңағы, ал бізде қазір 3 жастан бастап ағылшын тілін үйретеді. Өз ана тілі. Оның болса орыс тілі. Қазір мысалға көшеге шықсаңыз, Астанада мысалы үшін аулаға шықсаңыз, бәрі қазақтар сөйлегендер шүлдіріп, бәрі басқа тіл сөйлейді. Ал ертең олар осы ұлтжанды болақтар кім артылады мысалы оларды? Олар өйткені осы жаңағы біздің тарихымызды дұрыс ары қарай үйренбек өсін, олар ертең мысалы үшін осындай болу керек екен деп. Өйткені көбінесе олар мысалы үшін басқа ұлттың тарихын оқиды ғой мектепте.
Сондықтан ол міне осындай үлкен бір мәселелер, мысалы ол қаншама осы Фейсбуктан да айтып отыр, біздің ұлтжандық халық азаматтарымыз, азаматшаларымыз тілдің заңын біз көтеруіміз керек, қайтадан тіл туралы айтуымыз керек деп отыр. Осының бәрі мысалы үшін ол тіл білген адам, мысалға ол ертең біздің қазақи тұрғыда қазақша ойлап, қазақша мысалы үшін қазақтың тарихын өңіле алады. Ал қазақ ұлтының тарихын өңілген адам, ол ертең өзінің мына жүрегінде ұлтжанды болып, ары қарай мысалы үшін өзінің ел үшін ары қарай қандай қызметтер істеу керек, қалай әрекеттер істеу керек, сол жағына бара алады. Ал енді негізінде ол өзінің қазақ екенін білмесе, мысалы үшін мен өзім таңғаламын, кейбір көршілерім бар, 5-ші оқимын, 6-ші оқимын деп, ұлтың кім десе білмеймін дейді. Қазақ бала, я не знаю деп тұр, қазақша да айта алмайды. Ал оны көріп отырып, қалай мысалы күймесің, айтып отырған осындай, қазір көтеріп отырған мәселелердің бірі осы не бұл? Осы себеп салдарының бірі осы болып отыр мысалы үшін. Егер де ол өзінің ұлт екенін, қазақ екенін білмеген бала мысалы үшін ертең қалай? Ол қазіргі сіздер, біздер мысалға біз оқып айтып, кішкене қазақша оқып, қазақша біліп, сөйлеп, біз айтып келе жатырмыз. Ал ертең ұрпақ қалай болады мысалға? Ол қазір біз қаншама айғайлап, қырғын болып жерімізді сақтап қалып жатайық деген, ал ертең артымыздан өсіп жатқан ұрпақ біздің қалады ертең жоқ жүрді ме деген болады. Егер де ол өзінің қазақ екенін білмесе, қазақ ретінде, ұлт ретінде жойылып кетеміз ғой. Осы жағынан үлкен көңіл бөлу керек. Осыны жаңа бір үлкен бір конференция ұйымдастыратын болсақ, осы бүгінгі жасап отырған сіздердің мына тақырыптарыңыз, осы ұйымдастырып отырған отырыстарыңыз өте құнды нәрсе. Бұл үлкен идеологияның ертең біздің керегі, мысалы жаңа айтып кеттіңіз, идеологияны өзін көріп өскен адамбыз ғой өзіміз. Содан біз өзіміз бір шешім қабылдап, ары қарай басқа мысалы көзқарастарымыз шығып отырған жағдайымыз бар. Сондықтан осындай бір үлкен шешім жасау үшін де оның мысалға ары қарай осының себеп салдарын білу керек деп отырмын. Ол бірден мысалы үшін, ой бірден мына ондай шешім қабылдай салу керек ол болмайды деп ойлаймын. Одан кейін бір екінші жаңағы бізде тарих туралы айтып кетіп отыр. Қазақстан тарихын бізде мысалға қазіргі университетте 91 жылдан бері қарап жатыр. Оғанға дейін оқып қойды, оғанға дейін мысалы үшін тарихқа қарап көріңіздер, Қазақстан тарихы қандай жағдайда. Ол тарих білмеген адам мысалы үшін ары қарай өзіміздің әдет ғұрып, одан кейін біздің қай кезден келіп қазақ болғанымызды, қандай жаңағы әдет ғұрыппен қалай мысалы үшін салт дәстүрімізді ары қарай дамытып келе жатқан, оның бәрі мысалы бұрын болған, мысалы біз оны білмейміз. Білмегеннен кейін ол жас ұрпақ ертең мысалы үшін біздің идеологияны түсінбейді. Ол қандай идеология? Мысалы үшін алашордалықтардың идеологиясы қандай болды мысалы үшін? Біз алысқа бармай сол кісілерден алсақ болып отыр мысалы. Сол кісілердің алға қойып кеткен мақсаттарын алсақ, сол бізге былай жеткілікті болады мысалы. Біздің ұлт ретінде ары қарай қазіргі уақытта өңдеп алып соны кішкене қазіргі жағдайға қарай келтіріп, енді қазір мысалы үшін бәрі көзі қарақты ғой, ашылған технологияны біледі, қарап отырсаңыз бәрі Фейсбукта отыр мысалға. Яғни сол әлемдік деңгейде кішкене келтіріп, солардың мысалы үшін сол идеологияны ары қарай мысалы үшін бір өңдеп, сондай бір жаңағы шешім қабылдауға болады деп ойлаймын. Яғни кішкентай тілі енді шығып келе жатқан балалардың өзі анау машадан өнеге алып жатыр ғой мысалы. Шынын айтқан кезде біз мысалы мынандай кереметті тақырыпты бастаған кезде кішкентай қолымыздан не келеді, қалай жүзеге асыра аламыз, сол мәселелерден бастауымыз керек. Дұрыс. Расыменен жаңағы баланың тәрбиесі ол алғашқы ең негізгі дүние. Ол мысалы кеңестік империя дейміз, мысалы кеңес дәуірінде де ең бірінші дүниені алдыға қойған дүние ол баланың тәрбиесі болады. Өкінішке орай мысалы 30 жылдықтағы мысалы қазір біздің қандай дәрежелер Бауыржанның айтып отырғаны, біз 30 жылдағы осы тәуелсіз алғаннан бергі жылдардағы ұлттық мақсаттар мен мүддеде жіберген қателіктеріміздің жемісін көріп отырмыз біз қазір. Бұны енді расыменен бір партия ретінде сіздер қолға алған екенсіздер. Біз енді жаңағы Болатта неше түрлі жолдары бар ғой, соныменен жан-жақты келісе отырып, расыменен нақты құрғана сөз айтып қана салып, жігіттер шақырып етіп, келіп еді, осындай әңгіме айтты деп Талғат. Сендер кәдімгідей өздеріңнің жұмыс барыстарыңа кәдімгідей повестка не дейсіңдер ғой, соларыңа қойып, солардың өтуін қадағалап кәдімгідей. Өйткені шынын айтайық, мысалы желтоқсан негізінде ұйым. Сіздерден де мысалы үлкенбіз біз. Сіздерден де біздің бай өзіміздің неміз бар, тарихымыз бар. Қазір мына отыр биліктің басындағы Нұр Отаннан да бай дүниелері бар. Желтоқсан деген ол мысалы көбінесе қарасаң ойлайды, шыныменен о кездегі 20 жастағы жігіттер құдайға шүкір қазір 50 менен 60-70-ге келді. Бала шағасын есептеп жіберген күннің өзінде де кәдімгідей бір саяси күшке
ие боларлықтай дүние. Ал енді осы тұрғыдан келген кезде мысалы биліктің партиясы болып, сіздердің мысалы партияларыңыз керемет бір үлкен дүниені бастап жатқан кезде, тым болмаған кезде жаңағы мен айтқандарым құлақтарыңызда қалады деген ниет қана бізде. Бұл енді басы болсын. Тағы да келесі отырыстары болады. Ол жерде біз нені ауқымды аламыз. Оның ішінде жіктейтін нелер, дүниелер көп. Мысалы үшін неге көшпенділер демократиясын енгізбеске қоғамға? Номадизм дейді, оларда жетім жесір болды ма? Оларда түрме болды ма? Көрдіңіздер ме? Қаншама әділ шешім қабылданған. Көрдіңіздер ме? Соның барлығын неге зерттемеске? Соны неге біздің бағдарламамызға енгізбеске? Көрдіңіздер ме? Оның ішінде әдет ғұрыпта кіреді, оның ішіне жаңағы әділдікте кіреді, оның ішіне жаңағы тілімізде кіреді, оның ішіне жерімізде кіреді. Өйткені номадтар, көшпенділер бірінші неге жерін қойған, тілін. Көрдіңіздер ме? Оның бәрін біз жоғалтпаймыз. Егер сол көшпенділер жолымен жүретін болсақ, сол біздің ұлттық идеяға жарайды ма, жоқ па? Оны әрине келешекте біз зерттейміз, ақылдасамыз, сіздерді шақырып, осы ұйытқы болсын осы тема. Жаңа 550 жылдық деп отырғанымызды да неге? Bir жағынан тиісіп қою, біздің тарихымыз осындай не ма, сонда скупой ма? Кемінде 5000 жылдық тарихымыз бар. Айгүл, сәлеметсіз бе? Мен кішігірім айта кетейін деген, мынау бізбен бірге бүгін осы жиында, жаңағы мен айтқандай интернет арқылы, мынау Алтайдың аруы отыр, Өскемен қаласынан Сайлыбаева Айгүл деген біздің партия мүшесі, біздің бір беткүстар азаматымыздың бірі. Айгүл, өзіңізге рұқсат болса сөз берейді, айтарыңыз бар ма, қосарыңыз бар ма? Жалпы қазақ ұлттық идеясының негізі неде екен? Қазақ ұлттық идеологияны қалай дәріптеуге болады, қалай оны ойлап табуға болады? Өзіңіздің ойыңызды айтсаңыз. Рахмет. Мен жалпы тарих маманы емеспін. Өзімнің қызығушылығым тарихқа мектеп кезінен болған. Енді жалпы идеология дегенде мына ұлттық сана сезімді, және сіздер айтқандай ұлттық сана сезімді не құрайды? Ұлттық сана сезімді сол тарихтың білуі, тілді білуі, мәдениетті білуі, адамның ұлтпын деп өзім ұлт өкілі ретінде сезінуі содан басталады ғой. Сондықтан бағанағы айтқан барлық пікір осы және айтылып жатқан барлық пікірлерге қосыламын. Жәнегі тарих туралы кино түсіру, кітаптар. Мысалы мен өзім орысша оқыдым. Орысша оқысам да мен өзім мектепте осы көшпенділер кітабын оқу, Шыңғыс хан туралы кітаптар оқу, Кенесары хан туралы кітаптар оқу арқылы, өзімді Абай жолын оқу арқылы, тағы басқа да кітаптарды оқу арқылы, өзімді қазақ екенімді сезініп, өзімнің ұлтыма деген сүйіспеншілік сол мектеп кезінен бар. Сол кітаптар арқылы солай өзім тәрбиелендім деуге болады. Қазіргі кезде енді оқушылар сол кітапты оқымай ма, кино, жәнегі дұрыс айттыңыздар, кино арқылы қызығушылықты жоғарылатуға болады. Себебі кітап оқу азайды, ал кино қызықты қылып түсірсе, насихаттауға бір жақсы үлес болушы еді. Одан кейін Алтын Орданың 750 жылдығы болды ғой өткен жылы. Мысалы біздің мемлекетте меніңше сондай дұрыс көзқарас болған жоқ. Мысалы татар халқы сол жағынан мысалы көп көңіл бөлді. Ресей мемлекетінде болса да татардар бізге де сондай бір жағын енді көбірек нетсек, мысалы міне Абай өткізіп жатыр ғой, Абайға арнап, сол сияқты үлкен шаралар өткізсе, көбірек насихаттаса, енді оған көп қаржы кетеді деп халықта қарсы ондай той недерге, бірақ той қылып емес, осындай конференциялар, осындай пікірталастар жиірек өтсе, мысалы біздің Өскемен қаласында жылда күзде не өтеді? Алтай түркі халықтарының бесігі деген конференция өтеді, жиын өтеді, жылда жан-жақтан ғалымдар келеді, кешіріңіздер. Сол сияқты шаралар өтсе, одан кейін қазіргі міне тарихшылар отыр ғой. Мен мысалы өзім оқыған бұрынғы Мағауин, Бекмаханов сияқты тарихшыларды білем. Қазіргі кездегі тарихшылардан мысалы Фейсбуктан
Жамбыл Артықбаев мырзаны білем, ол кісі этнограф ретінде білем ол кісі, ал басқа тарихшыларды мысалы білмеймін екен. Және көріп отырмын, негізі археологтарды білем, бізде Өскемен Шығыс Қазақстанда мына Берел қазбасында болдым, өзімнің туған жерім Қатонқарағай. Негізі өзімнің парақшамда да насихаттап жатамын, Өскемен қаласына биыл 300 жыл болады. Соны қалай өткізгей жатыр, білесіздер, идеология деген сол, оны именно сондай тұрғыдан өткізіп жатыр. Осы орыстар кеп салды бізге қалаларды деген не жақты, сондай пікір, сондай көзқараспен көрсетеді. Мысалы, туристарға олар сол кездің әскери киімін киіп, Лихарев келген кездегі, Петр Первойдың заманы кезіндегі солай жасайды. А біздің қазақтар мысалы көп үндемейді, көбінде сондай орысша жаққа. Мен айтам, бұны дұрыс емес, бұл жерде ол жәнегі айтқандай біздің халық 6000 тарихы бар. Бұл жерде орыстар келіп қала салғанға дейін де қазақ елі болды ғой енді. Ол туралы мен өз парақшамда бөлісіп жүрем. Одан кейін жәнегі мен айтқан түркі халықтарының топтары бар желіде. Енді ол топтардың да пайдасы бар, себебі бұл жерде енді біз түркі халықтарға арналған топтар қазір не болып жатыр, қызықшылықтары көп халықтың, 50-60-тан 1000 астам адамдар. Қазақтың тарихына арналған топтар мысалы жуық сияқты маған. Мен мысалы халықтарының топтарынан көріп жүрем, ал біздің қазақтың сондай қызықты, жақсы бір тобы жоқ сияқты меніңше. Жалпы енді қаз бәрі желіде отырады дегенім ғой. Желіде адамдар көбірек отырады, біліп жатады, оқып жатады, сондай бір топтар, сол жағынан. Енді өзіміз түркі халқында админы ретінде жұмыс жасап жатырмыз, тарихты насихаттау, мәдениетті насихаттау, тілді насихаттауға көңіл бөліп жатырмыз. Енді сол менің қосқан үлесім сол. Рахмет назарларыңызға. Менің есімім Мақсұт, мен ЖСТБ партиясының мүшесімін. Мына идеология туралы айтып жатырмыз ғой. Қазіргі таңда нақты қазақтың ұлттық идеологиясы жоқ. Неліктен? Өйткені бізді 70 жыл бойы кеңес одағы езгілеп, езіп, мұжып тастады. Тарихқа деген көңіл ол кезде болмады. Қазақ тарихына енді өсе келе тарихшыларымыз біздің қазақтың тарихын зерттеп келе жатыр, бірақ та оған өте көп көңіл бөлініп те жатқан жоқ. Кейбір тарихшылар өздерінің руын, жүзін дамытып шежіресін жазып келеді, өйткені үкімет жағынан қолдау болмағандықтан. Біздің Қазақ ғылым академиясы қоғамдық бірлестік тіркеуінде тұр. Қалай болады ол? Неге ол үкіметтің тікелей қолдауына, президенттің тікелей қолдауында неге болмайды? Қоғамдық бірлестік болғандықтан әрине қаржылай көмек жоқ. Ол тек қана гранттарға, әлеуметтік заказдарға қатысып, солай ғана өмір сүріп жатыр ол. Менде Ақжебе жастар қозғалысы қоғамдық бірлестігінің мүшесімін. Дәл сондай бірдей бірлестік. Ол біздің ұлттық ғылым академиясы өзінің нақты статусы, конституциялық статусы болмағанша біздің тарихымыз алға дамымайды, баспайды деген нақты айта аламын мен. Сосын біздің жастарымыз қандай идеология, қандай, мысалы мен социал-демократпын, ол менің саяси идеям, ол мен ертең билікке келіп, бұл социал-демократиялық идеяны енгіземін, жүргіземін деп. Ал ұлттық идея, әр адам өзін ойлап кетті. Билік бізді, үкімет бізді эгоист қылып жатыр. Өйткені мен өз отбасымды ойлаймын, өз әке-шешемді ойлаймын, өз үйімдегі адамдарды ойлаймын. Неге? Өйткені менің уақытым жоқ, жағдайым жоқ, қаражатым жоқ. Бір жеңіл қазақ халқын, елімізді, тарихымызды ойлайтын бізге ондай жағдайымыз жоқ. Бізді екіншіден өзіміздің билігіміз басып отырмыз, бізге жағдай жасамайды. Үйіміз жоқ, пәтер жалдап жүреміз. Үшіншісі, айтып жатырмыз ғой біз, кинолар, фильмдар жасалады деп. Мен кішкентай қызым, папа мен жумонгпын деп, жаңағы фильмдерді көріп, өзім көріп жатырмын. Машаның сөздерін айтып, Ресей бір жағынан Ресейдікі, бір жағынан кәрістікі, бір жағынан түріктікі. Өзіміздікі жоқ. Неге қарамайды? Бар, бірақ неге қарамайды ол? Өйткені қызықсыз. Ол жағына да көңіл бөлу керек. Сондықтан да мына ағаларымыз айтып отыр ғой, бұған біз нақты дайындалу керек. Біз ғылыми конференция ұйымдастырамыз, мына партия
жағынан бізде оны келісейік, оны ойластырайық, мүмкін бір үлкен ғылыми конференция құрып, сіздер шақырып, тарихшыларымызды шақырып, сол елім жерім деп аңсап жүрген азаматтарды, жанашыр, ұлтшыл азаматтарды шақырып, сондай бір негізі саясаткерлердің тақырыбы ғой. Иә, әрине, сондықтан біз оны енді қолға зерттеу керек қой. Зерттеу керек. Біріншіден біз пікірталас ұйымдастырдық. Ары қарай біз оны ойластырып, несін айтармыз. Мен біріншіден бүгінгі осы кездесуімізге, осы бас қосуымызға келген азамат, осы Астана қаласының, осы партиямыздың кеңсесіне келген азаматтарға мыңда бір рахметімді айтамын ағалар, сіздерге көп рахмет. Ойларыңызды естідік. Содан кейін мынау Алматыда отырған әріптестеріміз, Берік, өзің бастаған Ғани ағамыз, Нұржан бауырымыз, сіздерге көп рахмет. Нақты өздеріңіз ойларыңызды жеткіздіңіздер. Көп рахмет. Айгүл, сізге рахмет, Шығыс Қазақстаннан бізге қарап отырып, бізбен бірге қосылып бүгін басымызды қосқаныңызға рахмет. Жалпы қорытылай келе айтарымыз, бүгінгі біздің кездесуіміз бұл болашаққа бір қадамның басы деп есептейді. Яғни бұл тема, бұл бүгінгі қозғап отырған ойымызды ары қарай жандандыру мақсатында ары қарай да жұмысымызды жүргіземіз деген ойдамыз. Яғни жаңағы Болат ағамыз дұрыс айтты, мынау бұл саяси жаңағы тақырып, бұл саяси тақырыптың көлемінде жаңағы осы біздің партиямыз болып, ұйытқы болып, осы жалпы қазақ ұлтының идеясы қандай болу керек, қазақ ұлттық идеология қандай болу керек екен деген сұраққа біз әлі жауап іздейміз. Бүгінгі кездесуіміз соның бастамасы деп ойлаймыз. Енді келесі кездесуімізді әлі де сіздерге жеткізерміз, барша қазақ халқына да естіртерміз. Сол себепті айтайын дегенім, келесі кездесуге барлықтарыңыз қол ұшын салып тұрып кірісіңіздер, келіңіздер, қосылыңыздар, өз ойларыңызды айтыңыздар, біздің партияға хабарласыңыздар. Біздің партиямыздың, жалпы социал-демократиялық партияның есіктері айқара ашық. Әр облыста өзіміздің филиалдарымыз бар. Сол филиалдарға хабарласыңыздар. Не болмаса осы Астанадағы орналасқан өзіміздің орталық аппаратымыз бар, Астана қалалық филиалы бар. Осы партияға келіңіздер, ойларыңызды айтыңыздар, бірігіп жұмыс істеп, осы көптеген қоғамның арасындағы болып жатқан сұрақтарға бірігіп жауап іздейік, бірігіп сол қоғамдағы болып жатқан проблеманың шешу мәселесін бірігіп жұмыс істейік. Көп рахмет. Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы ары қарай да жұмысын жалғастырады, ары қарай да осындай көптеген проблемалық сұрақтарды көтереді, және сол сұрақтарға, сол проблемаларды шешу жайлы мәселесін қолға алады деген сөзімізді береміз. Көп рахмет келгендеріңіз үшін. Рахмет, сау болыңыздар.